әр адамның өмірінде өзін өсірген бір ұя бар. Менің бабам Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, сол шымыр шалдың 4-ші перзентіме менің әкем Момыналы екен. Әкем Момыш өз бетінше сауат ашқан, ағаш ұстасы, етікші, зергер, еңбекқор, намысшыл адам еді. Ал анам Рәзия, мен 3 жасқа толғанда өмірден өтті. Содан бері менің бар әлемім әжемнің жүрегінде болды. Анамның қандай кісі болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана білемін. Мезгіл-мезгіл тоқаш қуырып, келінінің әруағына Құран бағыштап, маңдайыма сыймай кеткен Рәзиям деп көзіне жас алып қайғыратын. Алғаш рет әлемнің жаратылысы туралы, жануарлардың болмысы, өмір мен тіршіліктің сырын алғашқы ұстазым әжемнен естідім. Балам, адамның ерлігі тек қолынан емес, жүрегінен басталады. Жақсыны сүй, жаманнан аулақ жүр балам. Ақ пен қараны ажырату адамға берілген үлкен аманат. Дүниені тануды, адам болуды, қайдан келіп, қайда баратынымды осы киелі ұядан үйрендім. Батырлық туралы кітаптан емес, аңыздардан, үлкендердің сөзінен үйрендім. Еңбек ердің қанаты, балам. Ұшқан ұя, болашақ батырдың мінезін қалыптастырған орын. Бұл бір әулеттің емес, бір ұлттың рухы жайлы хикая. Балам, қайда барсаң да, түбіріңді, тегіңді, үйренгеніңді ұмытпа. Бауыржан Момышұлы. Ұшқан ұя. Ерлік ең алдымен отбасынан басталады.